Сәлем оқушым, қалайсың? Сені адам анатомиясының кезекті сабағында уже жаңа тарауда көргеніме қуаныштымын. Өткен сабақтарда сенімен бірге координация бөлімін толығымен аяқтадық. Енді бізде жаңа тарау ас қорыту жүйесі, ас қорыту мүшелеріне тоқталатын боламыз. Ендеше дайын болсаң, көп созбай деп бүгінгі сабақты бастайық. Ендеше кеттік, бүгінгі сабақты бастайық. Жалпы ас қорыту дегеніміз не? Ас қорыту дегеніміз жалпы қоректену деген бізге тән процесс бар ғой, белгілі бір қоректі затты сіңіреміз. Ас қорыту дегеніміз ағзаның қоректі затты сіңіруі, яғни өзіне құнарлы, қоректі, пайдалы заттарды өзіне сіңіру процесі осы ас қорыту деп аталады. Жалпы біздің ас қорыту процесіміз негізі үш түрлі процестен тұрады, яғни үш түрлі кезеңнен тұрады деп айтсақ болады. Бұл үшеуі де негізі күрделі процестер, осы үшеуінің қосындысы нәтижесінде жалпы ас қорыту процесі іске асады. Енді осыларды талдайық. Ең бірінші физикалық немесе механикалық қоректену. Бұл кезде біз қоректі затты ұсақтаймыз. Яғни механикалық деген соң оны пішінін өзгертеміз. Мысалы қатты тамақ болса, оны бір однородный масса дейді ғой, яғни белгілі бір формаға келтіреміз. Яғни біз оны шайнаймыз, аузымыздағы тістеу аппараты осы тістер арқылы біз не істейміз? Қоректі затты белгілі бір жалпы бір массаға айналдырып алып береміз. Осы бізде физикалық немесе механикалық қоректену деп аталады. Түсінген шығарсың. Енді екінші бір кезеңі бар, бұл бізде химиялық немесе секрециялық қоректену деп аталады. Ол сол белгілі бір массаға келген тамақты, белгілі бір формаға келген, езілген тамақты, қоректі затты ас қорыту сөлдері арқылы, яғни байқайтын болсаң, ерекшелігі неде? Ас қорытудың сөлдері бөлінеді, сөлдері, ферменттері бөлінеді. Соның нәтижесінде оның химиялық түрде ыдырауы. Бастапқыда механикалық түрде ол заттың физикалық формасы өзгерді ғой. Мысалы, алма пішіні дөңгелек еді, ол белгілі бір массаға, бір формаға келді, дұрыс па? Ал енді екінші этапта ол химиялық тұрғыда алманың құрамындағы молекулалық заттар, органикалық заттар, олар да бір-бірінен ажырап, не істейді? Молекулалық деңгейге шашылады. Түсіндіре алдым ба? Мысалы, қарапайым пример айтайыншы. Мысалы, мен ручканы жейтін болсам да, ручка бар и алма бар да. Алманы жеймін, ручканы жеймін. Механикалық процесс жүріп тұр екеуінде де. Бірақ именно химиялық процесс кезінде ағза, мысалы менің ағзам мына желінген ручканы қорытпайды ғой. Себебі мынаның құрамында органикалық заттар жоқ. Яғни құнарлы, пайдалы, қоректі заттар жоқ. Сондықтан бұны ағза қорытылмайды. Ал алманың құрамында көмір суы бар, құнарлы заттар болғандықтан ағза сөлдерін бөлу арқылы молекулалық деңгейде, бұған дейін де айттық, жалпы бүкіл әлем бізде негізі молекуладан тұрады. Атом молекуладан. Пока оған кірмейміз, оған біздің бөлек тарауымыз бар, бөлек бөліміміз бар, сол жерде тоқталатын боламыз. Жалпы сол химиялық заттардың әсерінен молекулалық деңгейде ұсақ-ұсақ болып ыдырайды ғой, бүкіл нәрселер. Түсіндіре алдым ба? Оған бір қарапайым пример, мысалы ауыз қуысындағы шоколадтың ыдырауы. Мысалы, когда біз шоколад жейміз, шоколадты аузымызға салып қоямыз, байқасаң, ауыз қуысында сенің шоколад еріп атады ғой. Потому что ауыз қуысында сілекейдің құрамындағы ферменттер әсер етіп, сол көмірсулардың молекулалық байланыстарын үзеді. Түсіндіре алды ма? Яғни ферментативті деңгейде болатын химиялық ыдырау. Біріншісі бізде физикалық ыдырау болды, екінші бізде химиялық ыдырау, яғни секреттердің, гормондардың, ферменттердің әсерінен желінген қоректі зат өте молекулалық деңгейге дейін ыдырайды. Енді осы ыдырағаннан кейін физиологиялық қоректену немесе абсорбциялық қоректену болады, яғни уже денеміздегі жасушалар сол қоректі затты не істейді? Өзіне молекулалық деңгейде сіңіреді. Дәл солай болады. Бір спойлер ретінде айта салайын, біз келесі сабақта осы ас қорыту бездері, солардың бөлетін сөлдері, олар қалай бөлінеді, қай жерге бөлінеді, не істейді, соны барлығын келесі сабақта өтеміз. Пока біз бүгін ас қорыту мүшелерінің құрылысына танысып, өтіп, сонымен танысамыз. Енді қарайық, сонда молекулалық деңгейге дейін, мысалы біз алма жедік, сол жеген алма молекулалық деңгейге дейін ыдырады біздің ас қорыту жолында, и ол не істейді? Денедегі жасушаларға сіңіріледі. Біздің денеміз жасушадан тұратын ұмытпа, біз жасушалардан құралған тіршілік иесіміз, и осы жасушалардың барлығы қан арқылы жаңағы алманың молекулалық заты денеде таралып, жасушалар өздеріне сіңіреді. Сонда ас қорыту процесі, біз бір алманы жей салдық та, бірақ оказывается оның мына жағында кәдімгідей көптеген процестер болып жатыр да біздің денемізде. И осылармен енді бүгінгі сабақтарда танысатын боламыз. Шынымен өте қызық,
өте біз үшін маңызды процесс. Ендеше кеттік, бастайық. Жалпы ас қорыту мүшелері екі топқа бөлінеді. Бірінші ас қорыту мүшелері, немесе ас қорыту жолы деп атаймыз. Ол бізде асқазан, ішек, осы осылардың барлығы бізде ас қорыту мүшелері немесе жолы деп атаймыз, который тамақ жүретін. Ал екіншісі ас қорыту бездері, который жаңағы сілекей, гормондарды, сөлдерді, ферменттерді бөлетін, химиялық ыдырауды ұйымдастыратын, қалыптастыратын, жасайтын біздің денеміздің мүшелері осы ас қорыту бездері. Оған сілекей, бауыр, ұйқы безі болады. Оған енді келесі сабақта детально оларды қарастырамыз. Енді ас қорыту мүшесі немесе ас қорыту жолы қалай құралған? Ең бірінші ауыз қуысынан басталады. Яғни белгілі ауызымыздағы қуыс арқылы денеге тамақ, қоректі зат кіреді. Одан кейін жұтқыншақ, өңеш, асқазан, асшек, тоқшек және де тік ішек деген осындай құрылымдардан тұрады екен. Жалпы бұларды сен бұған дейін де таныс шығарсың. Енді бүгін осыларға сәл тереңірек жалпы танысып өтетін боламыз. Енді бастайық. Жалпы в целом, егер ас қорыту жүйесіндегі ішектің бәрін ашып егер созатын болса, примерно бір 7-9 метр шығады. Ойлашы, сенің осы ғана бөлімің ғой, где-то қанша, даже 1 метр болмайтын сенің ішкі органдарыңды егер ашып жазатын болса, 7-9 метр болады екен. Енді это бір примерно 3 этажды здание да, енді 3 этаж деген оның өзі ойла. Почти 3 этаж, еще крышасымен бірге осындай высотадағы бір зданияны салыстырып көр, даже жирафтың өзінің бойы қанша, бір 3,5 метр ма, максимум пілдің, мысалы. И осындай үлкен бір ұзындық бар екен. Осының барлығы ас қорытуымыздың ішектері, асқазанның барлығы белгілі бір әдемі реттілікпен ішімізде бітіп жинақталып орналасқан. Шынымен керемет. Енді осы мүшелермен жаймен танысып бастайық. Ең бірінші бізде ауыз қуысы. Қоректі заттың денемізге бірінші кіретін, түсетін жері ауыз қуысы. Ауыз қуысы келген тамақты тістер арқылы ұсақталады. Тістер арқылы ұсақтайды. Осы кезде ұсақтайтын кезде ауыз қуысына сілекей бездері сілекей бөледі да, өздерінің сыртқы секрециялық өнімін. Ауызымыз бізде неседі? Осы сілекей бездерінің арқасында сілекейленеді, шыланады, суланады ауыз қуысымыз. Кейін осы сілекейдің құрамында көмірсуды ыдырататын ферменттер бар, солардың әсерімен көмірсулар неседі? Ауыз қуысында ыдырайды, ыдырап бастайды. Шоколадты салдың, шоколад еріді. Немесе аузыңа картопты салдың, немесе нанды салдың, оларда бізде көмірсулар жатады, нанда, картопта. Байқасаң, нанда асықпай шайнап отырсаң, аузында бір тәтті дәмін сезесің да. Себебі ауыздағы сол ферменттер көмірсу молекулаларын сепатар ыдыратуда. Кейбір бактериялар жойылады. Негізі ауыз қуысында бактериялар қолдағы бактериялардан да көп. Потому что ауыздың ішінде тамақтың қалдықтары бар емес па? Солармен қоректенетін бактериялар өте көп орналасады. Осы именно ауыз қуысында. Сол бактерияларды жояды, сілекейдің құрамында арнайы фермент болады, сол фермент жояды. Астың дәмі мен температурасы анықталады. Біз тамақтың дәмін тілмен емес, ауыз қуысымен сеземіз. Ауыз қуысымен толығымен сеземіз. Дәм сезу, оның температурасын реттеу. Біз ыстықтай тамақты ішпейміз ғой, есеміз. Оны суытып аламыз, ыстық болып жатса аузымызбен үрлеп демді реттеп аламыз, температурасын реттеп аламыз. Яғни тамақтың температурасы, тамақтың дәмінің барлығы осы ауыз қуыс арқылы ішке өтеді. Яғни ағзаға қалыпты ыңғайлы температурада тамақ өтеді. Енді осы ауыз қуысында тіл дейтін мүшеміз бар. Тіл дейтін мүше ол бізде бұлшық етті мүше. Бұлшық ет, бірақ ерекшелігі ода сүйек жоқ. Ешқандай сүйекке бекімеген денедегі өте мықты бұлшық еттің бірі. Ол жұтуға қатысады. Тамақты жұтқан кезде тіл беті көтеріледі. Қазір көрсетеміз суретін. Тамақты сілекеймен араластырады, сөйлеуге қатысады, және де еріген заттардың дәмін анықтайды. Байқасаң, біз аузымызда, мысалы, ручканы салып қояйын да, мысалы, егер аузымызда сілекей болмайтын болса, яғни белгілі бір қатты зат тұратын болса, аузымыз сухой болатын болса, біз оның дәмін сезбейміз. Біз оның дәмін сеземіз қалай? Аузымызда сілекей бар, сол сілекейге жаңағы заттың еруінің нәтижесіне, мысалы, қанттың болсын, немесе тағы бір басқа да тамақтың болсын да, біз несеміз ауыз қуысымыздағы рецептор арқылы оның дәмін сезеді екен біз еріген кезінде, еріп сосын жанасқан кезінде. Тілдің дәмін сезу рецепторлары қатты заттардың дәмін анықтай алмайды. Шынымен егер бір қатты затты, мысалы, аузыма ручканы салып тұрсам, тіліме, мен дәмін сезбеймін да. Сондықтан дәмін сезу үшін ол нәрсе не істеу керек, сәл еру керек. Және де тілді
сезетін дәміне қарай аймақтарға бөледі. Тәтті, қышқыл деген еді. Бірақ саған бұл ұбт-да келмеуі мүмкін. Және де бұл туралы жалпы кішкене миф дегенде тоже сондай нелер бар, тұжырымдар бар. Себебі біз тілдің барлық бөлімімен дәмін сеземіз. Тіпті ауыз қуысымызбен де сеземіз ғой, ащыны, қышқылды, тәттіні. Ары қарай жалғастырайық. Тілден бөлек ауыз қуысында тістер деген мүше бар. Тіс. Осы тіс арқылы біз не істейміз? Тамақты шайнаймыз, асты тістеу, шайнау, механикалық үгіту процестер болады. Сонымен қатар олар сөйлеуге қатысады. Шынымен байқасаң, егер сенің аузында тісің болмаса, сен анық сөйлей алмайсың, себебі әріптердің, дыбыстардың дұрыс шығу үшін тіс қажет екен. Дәл осылай тістер. Енді қазір біз осы тістерді толығымен өтіп шығатын боламыз, олардың түрлері, құрылысын, құрамында. Өзіңді қазір сәл стоматолог сияқты сезініп қалуыңа бір момент бар. Сондықтан дайын болсаң, кеттік бастайық тістерді зерттеп. Тістер тіс үш қабаттан тұрады, именно қабатына байланысты үш қабаттан тұрады. Сыртқы қабаты кіреуке, эмаль, сыртын қаптап жататын қалың қабаты эмаль, одан кейінгі ортаңғы қабаты дентин, ішкі жұмсақ қабаты пульпа дейтін осындай үш түрлі қабаттан тұрады. Бұл бізде тістің құрылысы, үш түрлі қабатпен бетіп қапталып келген. Тіс, егер бұл үш қабатпен қапталып тұр ғой, ал енді уровеньге бөлетін болсақ, деңгейге тағы үш түрлі деңгейден тұрады, уровеньмен. Ол бізде біріншіден тістің шығып тұратын бөлімі, қызыл иектен тістің шығып тұратын бөлімін тістің қаптамасы немесе тістің сауыты деп атайды. Ал мына қызыл иекпен байланысқан бөлімі, өзінің конспектіндегі суретіне қарасаң, қызыл иекпен байланысып тұрған бір өте кішкентай ғана бөлімі тістің мойны деп аталады. Мойны. Тістің мойны, который сол қызыл иек деген диосна, да, сол диоснамен бір деңгейде болып тұрған өте кішкентай ғана бөлімі тістің мойны деп аталады. Ал мына тістің ұяшыққа толығымен бекіген аймағы тістің түбірі болып табылады. Түбірі. Яғни ұяшыққа толығымен бекіген, уже қара, сонда біз эмаль, дентин, пульпа деп үш қабатқа бөлсек, ал уже тіс қаптамасы, мойны, тістің түбірі олай уровенді деңгейлер. Сөйтіп, осылай тіс екі түрлі вариантта үш-үштен бөлінеді екен. Енді біз кіреукеден бастайық. Кіреуке немесе эмаль деп атайды. Эмаль осы тіс қаптамасын қаптайды, яғни тістің сыртқа шығып тұрған бөлігін толығымен қаптайды. Эмаль біздің денемізде ең қатты ұлпа. Ол сүйек емес, біздің денеміздегі ең қатты ұлпа 99% кальцийден тұрады. Біздің денемізде ең қатты ұлпа осы болып табылады. Эмаль морт сынғыш болып келеді. Яғни қатты болған соң морт сынатын ода несі бар, қабілеті бар. Оның қалыңдығы әртүрлі болып келеді. Тістің шайнайтын бетіндегі кіреуке қалыңдау болады. Жалпы именно жанындағы емес, именно шайнайтын бетіндегі эмальдің слойы, мысалы суретке де қарайтын болсаң, именно шайнайтын бөлігінің эмальның слойы қалың болып табылады. Бұл эмаль. Осылай тістің сыртын эмаль қабаты қаптайды. Эмальдан кейінгі тістің екінші қабаты дентин деп аталады. Дентин осы кіреукенің астында орналасатын қатты сүйекті ұлпадан тұрады. Тығыз сүйекті ұлпадан тұрады, және де тістің ең көп бөлігін осы дентин алады. Эмаль тоже өте көп бөлігін алады, бірақ салыстырмалы түрде дентин эмальдан да көп бөлігін алады екен. Тістің сүйекті бөлімі, сүйекті ұлпасынан құралатын бөлімі деп келеді. Дентин. Дентиннің астында ең жұмсақ тістің бөлімі, яғни қабаты пульпа орналасады. Пульпа тістің ең жұмсақ қабаты, жұмсақ ұлпадан тұрады. Ерекшелігі ол осы пульпада тесігі болады. Назар аударсаң, мына жерде тесігі болады. Осы тесігі арқылы тістің ішіне қарай қан тамырлары, жүйке түтікшелері, жүйке жүйесінің жүйке талшықтары өтіп тұрады. Осы жерде рецепторлар да орналасады. Яғни нағыз рецепторлар орналасатын, қан тамырлар орналасатын тістің сол қабаты осы пульпа болып табылады. Қан тамырлар тіс жасушаларына қоректі заттарды қамтамасыз етеді. Сөйтіп біздің тіс қоректі затпен қамтамасыз етіледі. Жүйке талшықтары тістің сезім талдағына жауап береді. Шынымен байқайтын болсаң, осы жерде жүйке талшықтары арқылы сеземіз. Біз мысалы бір нәрсені қатты тістеген кезде сеземіз, ол қатты тістеп жатқанымызды. Біз оны эмаліміз арқылы сезіп жатқан жоқпыз. Біз қатты тістеген кезімізде
Так, или на сурет алайық. Біз когда қатты тістеген кезімізде давление біздің эмальға түседі. И эмаль арқылы давление не істейді? Дентинге барады. И қатты тістеген кезде ол давление дальше пульпаға бар. Пульпада орналасқан нейрондар сезеді. Яғни қатты тістегенде. Ал бірақ байқасаң, бір жұмсақ тістеп атасың ғой, жұмсақ нәрсені тіліңе бір қатты зат тимейді тұрса, сен оны сезбейсің. Байқадың ба? Тіліңе бір қатты тимейтін нәрсені түртіп тұратын болсаң, мысалы щеткамен де, мысалы сен оны сезбейсің. Неге? Потому что эмальда нейрондар орналаспаған. Нейрондардың барлығы пульпада. Біз қатты тістеген кезде осы давление пульпаға дейін сразу не істейді? Барады. Сол кезде біз сеземіз. Жалпы осылай орналасады. Тістің құрылысын түсінген шығарсың, иә? Жалпы тіске қызығып стоматолог болғың келіп кетті ма? Если стоматологияға қызығып жатсаң, саған осы жерде айта салайын. Стоматология Қазақстандағы өте гранты аз бөлінетін, бірақ түсу балы өте жоғары мамандық. И қазіргі кезде өте сұраныстағы мамандық. Сондықтан егер стоматологияға егер сен грантқа түсемін деп осылай тіс дәрігері болам деген арманың болса, қалауың болса, саған шынымен айтайын, жатпай тұрмай оқу керек, бүкіл өткен тақырыптарды толығымен жаттап, конспекттерді жазып, тест тапсырмаларын орындап, прям өте жоғары нәтижеге ұмтылу керек. Сол кезде стоматологияға грантқа түсуге мүмкіндігің бар. Енді ары қарай жалғастырайық, иә? Бізде тістің түрлері, жалпы ауыз қуысында әртүрлі тістер болады. Яғни оларға тоқталатын болсақ, сүтқоректілерге тән адамда күрек тістері, ит тістері, үлкен кіші азу тістерінен тұрады. Жалпы ересек адамда 32 тісі болады негізі. Бірақ кейбір адамдарда 32 болмауы мүмкін, 28 немесе 30 болуы мүмкін. Қазір неге ол соған келеміз? Жалпы тістердің орналасу орнына байланысты үстіңгі жақ және де астыңғы жақ деп екіге бөлуге болады. Плюс үстіңгі жақ пен астыңғы жақты, бізде үстіңгі жақ болды, бізде астыңғы жақ болды. Осыны оң жақ бөлімі және де сол жақ бөлімі деп біз тағы бөлсек болады. Түсіндіре алдым ба? Тістің үстіңгі жақтың оң жақ бөлімі, үстіңгі жақтың сол жақ бөлімі. Астыңғы жақ сол жағы, астыңғы жақ оң жағы деп. Сонда тісті полностью біз 4-ке бөле аламыз. Олар осылай 4 түрлі зеркально орналасады. Яғни 8 түрлі тістер осылай 4 зеркально қапталып 32 тісті қалыптастырады. Әрбір жақ сүйекке негізі 16-16 тістен отырады, жетіп біздің үстіңгі астыңғы жағымыз қалыптасады. И байқайтын болсаң, бізде көбінесе астыңғы жақ сүйегі үстінің сәл артқы жағында болады. Тістеген кезде сәл сенің үстіңгі жағың алды қарай шығып тұрады. Екеуі бүйтіп тура болып тұрмайды. Себебі біздің жағымыз осылай құрастырылған, астыңғы жақ сәл артқа қарай тартылып тұрады да, үстіңгі жақ тістегенде бүйтіп алдына шығып тұрады. Сондай ерекшелігіміз бар. Енді дальше өтейік. Тістердің пішіндеріне қарай жіктейік. Жаңаны аяқтап тастайын, не үшін үстіңгі жақ сәл алдыға шығып тұрады? Потому что біз тістеген кезде давление сәл дұрыс түсу үшін, давление түскен кезде ыңғайлы дұрыс тістеуіміз үшін, қаттырақ тістеуіміз үшін астыңғы жақ қысқа болады и үстіңгі жақтың арт жағына қарай өтіп кетеді. Түсіндіре алдым ғой? Мысалы, тістеп көрсең, астыңғы жағын сәл артына кетеді, үстіңгі жақтың. Уже жақ деп қаншама рет айттық. Енді тістердің пішініне қарай олар бөлінеді. Бірінші, кесетін жиегі бар тістер, жиегі деген шеті бар тістер, оларды басқаша не деп атайды? Біз күрек тістер деп атаймыз. Күрек тістер немесе алдыңғы тістер деп атаймыз. Адамда оның саны 8. 8 күрек тісі болады. Адамда осындай үлкен күрек тісі орналасады. Типа мына екеуі зеркально да, қарасаң, мына жақта да, мына жақта да и мына жақта да бар. Сондықтан осылай типа 4 аймаққа бөлінеді деп айтып жатырмын. Күрек тістері бізде белгілі бір тамақты нақты бір бөлуге, кесуге, ауыз қуысымызды туралауға көмектеседі. Осыдан кейін сойдақ тістер орналасады. Кейде оларды негізі ит тістер, кейде оларды сойдақ тістер деп атайды. Ит тістер, олардың саны 4 ит тіс болады, және олардың ұшы үшкір болып келеді. Пішіні үшкірлеу болып келеді. Бұл жалпы осы жыртқыштарға қатысты. Яғни біз мысалы ет қоректі болғаннан кейін біздің осы сойдақ, яғни ит тістеріміз бар. Сол арқылы байқасаң, біз етті тамақтарды былай бөлеміз да. Мысалы жыртқыш жануарларды кәдімгі үлкен болып тұрады ғой, арыстан, қабыландарда. И біз етті несеміз бөлеміз. Шынымен өзің тексеріп көр, етті күрек тісімен бөле аласың ба? Біз именно осы сойдақ тістерімізбен, ит тістерімізбен бөліп жиі аламыз. Одан кейін дальше бізде кіші азу тістер кетеді. Саны бойынша 8. Әрбір жақ аймақта 2-2-ден, яғни жақ аймақ, оң жақ, астыңғы жақ, сол жақ, астыңғы жақты әрқайсынан 2-2-ден орналасады. Общий саны 8. Яғни жақ аймақ деп айтасың ғой, чтобы
сәл түсіну үшін да, кейін саған ұбт-да бәлки солай келуі мүмкін. Кіші азу саны 8, и олардың барлығы бір түбірлі. Кіші азуда, сойдақта, күректе тістердің барлығы бір түбірлі, байқасаң. Ал азулар ғана бізде саны сәл көбірек. Астыңғы жақ азулары бізде 2 түбірлі болып келеді, ал үстіңгі жақ азулар бізде 3 түбірлі болып келеді. Яғни осылай орналасады. И азу тістердің беттері жалпақ бұдыр пішінде болып келеді, себебі жеген тамақты максималды ұнтақтап езу үшін олардың беттері сондай болып келеді. Түсінген шығарсың, иә? Тағы да айтайын, астыңғы жақ бізде 2 түбірлі, үстіңгі жақ 3 түбірлі тістен құралады. Енді жаңа туған нәрестеде тістері болмайды. Өзіңнің ініңде, сіңілі қарындастарында көрген шығарсың, оларда тістері болмайды. Жалпы в целом олардың денесінде қатты бір мүшесі болмайды. Денелері өте жұмсақ болады, себебі анамыздан органикалық заттарды қабылдаған боламыз. Плюс оның басының өзінде де мысалы бас сүйегі болмайды ғой. И сөйтіп шамамен 6-9 айында әртүрлі органикалық заттарды қабылдап, анасынан сүтті қабылдап, тағамдарды қабылдап, оның денесінде бастапқы сүт тістері қалыптасып бастайды. Осындай кішкентай тістері қалыптасып бастайды. И кейін уже 3 жасқа дейін олар толығымен шығып болады. 3 жасқа дейін бізде толығымен ауыз қуысымызда тістер қалыптасты, сүт тістер. Олар 10-10-нан жалпы 20 тіс қалыптасады, сүт тістер. И уже ары қарай ересек адам болған кезде, уже байқасаң, жаңа туылған нәрестеде сол 20-сы қалыптасты, и уақыт өте келе сүт тістер 6-7 жастарына қарай түсіп бастайды. И олардың орнына жаңа тістер пайда болады. И тағы бір нәрсе қосайын дегем, алғашқы уақытта осы сүт тістерде құрамда органикалық заттары көп болады да, минералды заттар сүт тістерде аз болады. Минералды заттар аз болады. Соған байланысты олардың құрамында кальций аз болғандықтан кішкентай балалар бізде тәттіні алғаш рет жеп бастайды ғой. Енді сол 6-7 жасында сенде тәттіні ұрлап жеген шығарсың, шкафтан, холодильниктен да. И сол кезде не болады? Тәтті ауызға түскен кезде сол тәттінің әсерінен плюс ауыздағы бактериялардың әсерінен осы сүт тістер тез не істеп кетеді, желініп кетеді. Сондықтан 5-6 жасар іні қарындас сіңілің болса, қарайтын болса не істеп жүреді? Тістері көбінесе құрттап кеткен болады, себебі сүт тістерде органикалық заттар аз, минералды заттар аз, кешір, яғни минералды кальцийлер аз болғандықтан тістері оларда жұмсақ. Кейін уже 6-7 жасқа келген кезінде балалар тістері түсіп бастайды, себебі оның жағы үлкейеді. Плюс жақтың арғы жағындағы үлкен тістері, яғни негізгі тістері, тұрақты тістері өсіп бастайды. И соның әсерінен сүт тістер бізде неседі? Түседі. Сөйтіп біздің жаңа жалғыз, енді қайталанып шықпайтын біздің негізгі тұрақты тістеріміз өсіп бастайды. Бұл балаларда жақ сүйектеріне ерекшелігіне байланысты, мысалы адамның жақ сүйегі егер үлкен болатын болса 32 тіс орналасады, егер сәл тар болатын болса 28 немесе 30 тіс болуы мүмкін да. 28 деген егер түпкі азу тістері болмайтын болса, 4 азу ғой. И 12-14 жасқа қарай уже тұрақты тістер толығымен шығып бастайды. И ең соңғы азу тісі, түпкі азу тісі 18-20 жас аралығында немесе кейде одан кейін де шығады. Бұларды ақыл тістер деп атайды. Адамның аузындағы, ауыз қуысындағы ең соңғы түпкі азулар. И осы ақыл тістер деп атайды. Ол ақыл тістер бірақ адамның ақылына қатысты емес. Адамның ақылына бұл тістер қатысты емес. Бұл просто есейген кезде шығатындықтан оны зуб мудрости, сен уже мудрый жасқа жеттің, уже үлкейдің деп айту үшін кезінде осылай атап кеткен екен. И және де қазір кезде ол бәлки кейбір адамдарда шықпайды, бәлки шыққан болса да басқа тістерге осылай қисайып шығуының әсерінен сәл не істейді, кедергі келтіреді. Сондықтан оны хирургиялық жолымен алып тастайды. Азу тістерді алып тастайды. И оның вообще ақылға қатысы жоқ. Сонымен, енді соңғысы бізде бұл тіс шіруі, яғни тіс шегі немесе кариес. Егер тіс кариеске шалдығып пайда болса, яғни тісте егер кариеске шалдығып кариестер пайда болса, тіс қуысында микроағзалар ене бастайды. Жалпы кариес, тістің шіруі қалай басталады? Соған өтейік бірінші. Ең бірінші креукеге, эмальға қатты заттар әсер етсе, мысалы, сен бір нәрсені қатты тістеп қалдың, мысалы, жаңғақ, мұз көпіршігі, сондай бір қатты бір нәрсені тістеген кезде сенің эмалің тырс етіп, бәлки оны сен байқамауы мүмкінсің да, сонда трещина пайда болуы мүмкін.
потому что мен не деп айттым бастапқыда, морытсынғыш дедім. Эмаль морытсынғыш. Егер көбінесе мына жағдай болады. Егер ыстық тамақтан кейін бірден суық су ішсе, немесе керісінше суық тамақ ішіп отырып ыстық нәрсе ішетін болса, яғни осы екеуінің арасын алмастыратын болса, біздің эмаліміз шыны тәрізді морытсынады да, тарс етіп. Сөйтіп эмальдің осы шытынаған жеріне ауыз қуысындағы бактериялар, біз жеп жүрген тамақтардағы көмірсулар осы жерге жинақталып, осы жерде бактериялардың жиналысы болып, вечеринкасы болып, ол бактериялар біздің неседі ауыз қуысындағы осы эмальді, дентинді ерітіп бастайды. Яғни тісті уже жеп бастайды. Бастапқы уақытта біз оның ауыруын сезбейміз, потому что біздің эмаль мен дентинде рецепторлар жоқ, біз оны ауырғанын сезбейміз. Вот когда ол уже пульпаға жеткен кезде, уже біздің тісіміз ауырып бастайды. Сол кезде біз уже стоматологқа барамыз, дұрыс па? Таныс нәрсе ма? Сондықтан саған айтқым келетіні, егер тісіңде сәл бір проблема болып жатса, максимально ертерек емделіп ал. Себебі егер тіс жегісін емделмесе, дұрыс, ұлпа зақымдалады, и тіс бұзылады. Яғни емделмей жүре берсең, в лучшем случае сенің тісіңді алып тастайды. Енді в худшем случае сол бактерия сені қаныңа тарап, сенің ары қарай бүйрегің, бауырыңда аурулар пайда болуы мүмкін. Сондықтан егер тісің ауырама, сразу стоматологқа бару керек. Стоматология сәл қымбаттау сұрайды, бірақ бәрібір өзіңнің денсаулығынан ешқашан еш нәрсені аяма. Ары қарай өтейік. Енді осындай проблема болмас үшін сен тістің гигиенасын сақтау керексің ең бірінші. Тістің гигиенасын сақтау керек, аурудың алдын алуың керек. Ол үшін күнде 2 мезгіл мұқият тісіңді тазалауың керек. Тісіңді тазалаған кезде тіс пастасын жағасың, дәрігер ұсынған жақсы пасталарды алуға тырыс, и сол жақсы пастаны аласың, плюс тістің сыртын, ортасын, ішін барлығын мұқият щеткамен істеу керек, тазалау керек. Барлығын тазалап, әрбір жеке тісті дұрыстап тазалап, себебі ол сенің жалғыз тісің, одан кейін қайтадан новый тіс шықпайды. Соның барлығы мұқият күнде 2 мезгіл тазалаған дұрыс, Плюс әр адамның жеке өзінің тіс щеткасы болу керек, өзінің жеке гигиеналық заттары болу керек, Сосын щетканы уже мұқият жуып, тазалап, қайтып орнына қойып қою керек. И мүмкін болса, әр 3 ай сайын щетканы істеу керек, ауыстыру керек. Себебі щеткада енді 3 ай бойы тісті ысқылап, олдан істеу мүмкін, сәл мүжіріліп, қажалып, бұзылуы мүмкін. Сондықтан өзіңнің денсаулығынан еш нәрсені аяма. Себебі тіс шынымен күнделікті көптеген сен тамақ ішесің, жейсің, соның барлығын езіп жатыр, ауыз қуысында көптеген бактериялар бар, тамақтың қалдықтары бар, плюс әрбір тамақ ішкен соң аузыңды тазалауды ұмытпа. Енді ары қарай жалғастырайық. Сонымен өзіңді сәл стоматолог сияқты сезініп қалған шығарсың, бірақ біз бүгін сабағымызды аяқтайық, ары қарай жалғастырамыз. Бізде тістен кейін не орналасады? Тістен кейін бізде жұтқыншақ келеді. Жұтқыншақ пен өңеш. Жұтқыншақ мына бөлімі, жұтқыншақ бізде шеміршекті мүше. Ол бізде ерекшелігі тыныс алу мен ас қорыту жүйесінің екеуіне де тән болып табылады. Тыныс алуға да ас қорыту жүйесіне де тән мүше. Шеміршекті мүше. Себебі біз ол тыныс алған кезде жұтқыншақ бізде кеңірдекті ашады, біз тыныс алған кезде. Ал когда жұтқынған кезде ол кеңірдекті жабады, чтобы тамақ ары қарай өңешке өту үшін. Яғни өңеш бізде асқазанға тамақта баратын жол. Өңешке өткізу үшін. Өңеш ол бізде бұлшық етті мүше, кеңірдек, тыныс алу мүшесі, ол шеміршекті, жартылай сақиналған шеміршекті, оған енді тыныс алу тақырыбында өтеміз. Жұтқыншақ, тамақ жұтынған кезде өңешке тамақты сырады, и кеңірдекті жабады. Мынау бізде сол жұтқыншақ, мынау бізде тіл. Тіл тамақтың жұтылуына көмектеседі. Тілде толқынды жиырып, тамақты ары қарай ысырады. Байқасаң, өзің бір жұтынып көр, тіліңде тоже неседі, автоматты түрде жұмыс жасайды. Тамақ жұтынған соң өңеш арқылы асқазанға барады, и плюс өңештің ерекшелігі ол бізде бірыңғай салалы бұлшық еттен тұрады, И өңеш бізде толқынды жиырылады. Толқынды жиырылу деген қалай? Мысалы, бір адамның аузына тамақты салып, моментально оны 180 градусқа төңкеріп қойса да, тамақ асқазанға барады. Енді гравитацияға қарсы ол үстіге қарай қозғалып, бәрібір неседі, тамақ асқазанға барады. Сонда өңеш толқынды жиырып, неседі, тамақты асқазанға жеткізеді екен. Гравитацияның әсерінен емес, өңеш осы толқынды жиырылуы арқасында. Бұлшық етті мүше, бірыңғай салалы. Сонымен асқазанға тамақ келіп түседі. Асқазан ас қорыту жолының кеңейген бөлімі.
бір камералы, бізде енді сиырларда 4 камералы, адамда 1 камералы асқазан болады. Оның ерекшелігі созылғыштығы. Асқазан бір умажалып, жиырылып жатады. Егер ананы ашатын болсаң, оның көлемі үлкен. Сондықтан адам тамақ ішкен кезде асқазаны доп сияқты үріліп, тамақтар ішіне кете бере алады, сөйтіп асқазан созылады. Бірақ өкінішке орай асқазан қайтып қалпына келмейді. Сондықтан адам көп тамақ ішетін болса, асқазан не істейді? Созылып, қайта қалпына келуі сәл қиын болып қалады. Сондықтан тамақты жегенде де белгілі бір нормамен, порциямен жеген дұрыс негізі. Оның ерекшелігі созылғыштығы біріншіден, екіншіден оның үстіңгі қабаты сілемейлі қабаттан тұрады. Сілемейлі қатпарлы қабаттан тұрады. Сілемейлі деген жалпы біздің денемізде ас қорыту мен тыныс алу жолының барлығы сілемейлі болып келеді, үсті шырышты. Осы асқазанның эпителийлерінің үстінде жұқа бір сұйықтық қабаты тұрады, шырыш болып. Себебі асқазанда сөлді бөлінеді. Асқазан сөлі өте қышқылды. Яғни келесі сабақта өтеміз, оның қышқылы даже кілемді тез жібере алады, линолеумды тез жібере алады. Бірақ асқазанда теспейді, себебі асқазанның үстінде осы шырышты қабығы сол қышқылмен асқазанның эпителий жасушаларының әрекеттесуін сақтап қалады. Яғни қышқыл тек осы сілемейлі қабықпен араласады да, сөйтіп оның концентрациясы азаяды, ал асқазанның жасушаларымен әрекеттесіп, оларды еріту болмайды. Түсіндіре алдым ба? Яғни асқазан сондай бір жұқа, шырышты, сілемейлі қабаттан тұрады. Біздің мұрын қуысымыз, тыныс алу жолымыз, ас қорыту жолымыз барлығы сілемейлі. Асқазанның қабырғасы тегіс салалы деген бірыңғай салалы бұлшықеттерден тұрады, немесе кейде оса келуі мүмкін. Сөйтіп, 3 түрлі бұлшықетпен қапталады. 3 түрлі бірыңғай салалы бұлшықеттен тұрады. Олар біріншісі түзу орналасады. Мына фотода көріп тұрсаң, түзу орналасып тұр. Немесе сақиналы орналасады екіншісі, үшіншісі көлденеңнен орналасады. Осының арқасында біздің асқазанымыз қоректік асты әртүрлі бағытта шайқап, қозап, қорытып, әрі қарай ішекке өткізеді. Яғни астың қорытуы, біз ферментативті қорытылу деп сабақтың басын айттым ғой, солардың барлығы осы асқазанда болады. Бұған біз енді келесі сабақта детально тоқталамыз. Қорытылған ас асқазаннан кейін ішекке келеді, аш ішекке. Аш ішектің өзі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі 12 елі ішегі, кейде оны басқаша ұлтабар деп атайды. 12 елі ішек. Одан кейін аш ішек өзі мықын ішек деген осындай 3 бөліктен тұрады. Ұлтабар деген асқазан аяқталғаннан кейінгі осы ұйқы безінің жанында тұрған кішкентай бір өсінді бөлімі осы ұлтабар болып табылады. Немесе кейде 12 елі ішек деп атайды. Осы ұлтабардан кейін уже әрі қарай аш ішек жалғанады. Аш ішектің соңғы бөлімі осы мықын ішек деп аталады. Аш ішектің бірінші бөлімі ұлтабар, сол ұлтабарға бауыр мен ұйқы безінің сөлдері бөлінеді. Келесі сабаққа сәл спойлер болсын. Яғни ұйқы без мен бауыр өзінің өнімдерін осы ұлтабарға ашады екен. Ұлтабар бөліміне төгеді. Аш ішектің ерекшелігі бұл жерде қоректік астар қанға және де лимфаға сіңіріледі. Яғни аш ішектің ерекшелігі ода бүрлері бар. Аш ішекті ашатын болсақ, осындай ұсақ-ұсақ бүрлерден тұрады. Өзі итак былай бір болып тұр, солына бірінің өзінің стенасында тағы да бүрлері бар. Көріп тұрсың ба? Осындай өте ұсақ-ұсақ бүрлерден құралған. Осы бүрлер арқылы аш ішекте, асқазанда сөлдер бөлініп, қоректік астар бүрлер арқылы, ішек бүрлері арқылы лимфа мен қанға сіңіріледі. Яғни нәруыздар мен көмірсулар осы кезде неседі? Лимфамен осы кезде нәруыздар мен көмірсулар қанға сіңеді, қанға. Ал майлар неседі? Глицерин мен май қышқылдарына ыдырап лимфаға түседі. Осы аш ішекте, сонда бүкіл тамағымыз осы аш ішекте қорытылып кетеді ғой, қанға сіңіп кетеді. Яғни нәруыздар мен көмірсулар қанға сіңеді, ал майлар лимфаға сіңеді. Аш ішекте уже бүкіл қоректі заттар сіңіріледі. Сондықтан аш ішек ұзын, осылай өте көптеген бүрлерден тұрады. Өте ұсақ-ұсақ микро бүрлерден тұрады. Аш ішектен кейін қоректік ас почти толығымен сіңірілді. Нәруыздар мен көмірсулар қанға сіңірілді, майлар лимфаға сіңіріледі. Не үшін? Потому что майлар суда ерімейді, ал қанның құрамында
біршама бөлігі судан тұрады. Қан плазмасының 90% судан тұрады. Енді қарайық, енді осы жерде қорытылмаған астың қалдықтары уже нелер бар? Минералды заттар қалып қойды, дәрумендер қалып қойды, су қалып қойды, потому что органикалық заттар қорытылып кетті да, енді қалғандар осы. Осылар уже тоқ ішекте сіңіріледі. Тоқ ішекте әрі қарай қанға су, дәрумендер, минералды заттар, солардың барлығы осы тоқ ішекте сіңіріледі. Тоқ ішекте алғаш рет уже нәжістің массасы қалыптасып бастайды. Сонда тоқ ішекте қанға су, минералды заттар, дәрумендер сіңіріледі да, ал қаннан қалдық заттардың барлығы осы тоқ ішекке келеді. Сонда тоқ ішекте уже нәжістің массасы осылай жүрген кезінде қалыптасып бастайды. Аш ішек пен тоқ ішектің байланысқан төменгі тұсын соқыр ішек деп атайды. Түсіндіре алдым ғой? Соқыр ішек деген осы төменгі шеті. Тоқ ішек пен аш ішектің аймағындағы осы бөлімі бізде соқыр ішек деп аталады. Ал аппендикс деген оның төменгі жағындағы 8-9 сантиметрлі өсінді. Адамдар айтады, соқыр ішегім ауырып қалды деген соқыр ішек емес, аппендикс немесе аппендицит дейтін ауру бар. Аппендикс ол өзіне қалдық заттарды, денедегі қандағы қалдық заттарды өзіне жинайды. Ол иммундық жүйенің, яғни алдағы уақытта өтеміз, соның мүшесі аппендикс. Өзіне қалдық заттарды жинайтын осындай өсінді, құрт тәрізді өсінді деп келеді. 8-9 сантиметрлі тоқ ішектің төменгі жағына. Ал соқыр ішек дегеніміз ол бізде осы тоқ ішектің төменгі шеті. Осылай қоректі заттардың барлығы тоқ ішекке сіңіріледі. Плюс сүт қоректілерде осы соқыр ішегінде ферменттер, осы соқыр ішек аймағында, соқыр ішегінің төменгі аймағындағы ферменттердің әсерінен, плюс ас қорыту жолындағы бактериялар осы тоқ ішекте орналасады. Яғни асқазанда, аш ішекте бактериялар почти болмайды, ал негізі бактериялардың көбісі осы тоқ ішекте кездеседі. Сол тоқ ішектегі бактериялардың, именно ішек таяқша бактерияларының әсерінен, ферменттердің әсерінен біз жеп жүрген өсімдіктердің жасұнығы бар ғой, жасұнығы целлюлозасы. Мысалы біз брокколи жейміз, әртүрлі шөпті салаттар жейміз, лавровый лист жейміз, солардың құрамындағы целлюлоза материал қанға сіңеді. Түсіндіре алдым ма? Көмірсу, нәруыз, майлар аш ішекте сіңіріліп кетті. Ал енді қалып қойған жаңағы целлюлоза бар, немесе осы әртүрлі су, минералды тұздар, витаминдердің барлығы осы тоқ ішекте толығымен сіңіріліп, плюс денеден қалдықтар жинақталып, нәжіс осы кезде қалыптасады. Сонымен қоса жаңағы В тобы витаминдері осы тоқ ішекте синтезделеді. Яғни ағзадағы В витаминдері тоқ ішекте қалыптасады. Тоқ ішек синтездейді, точнее, В витаминді. Себебі В витамин синтездеу үшін уже ары қарай адамға сол В витаминіне қажетті қоректі заттар денеде болу керек. Сол кезде ағза оны өзі синтездеп жасап алады. Яғни біз жеп жүрген тамақтың құрамында болуы қажет, сол кезде ағзада ол синтезделеді. Тоқ ішек сонымен осылай айналып келіп, ең соңында тік ішекпен аяқталады. Тік ішек дегеніміз осы тоқ ішектің соңғы бөлігі, уже тік ішек әрі қарай уже анал тесігімен аяқталады. Тамақтың қорытылмаған қалдықтар осы анал тесігі арқылы денеден шығады. Осы тік ішек уже тоқ ішектің соңғы бөлігі, қалдық заттар шығатын осы бөлім тік ішек болып табылады. Еще ескеретін нәрсе, анал тесігі арқылы денеден қалдық заттар шығады. Анал тесігінің өзінің екі сфинктері болады. Сол арқылы ағза, сол сфинктерлар ашылу арқылы ағзадан қалдық заттар анал тесігі арқылы денеден шығады. Яғни осындай ұзақ процесстер болады. Ұзақ жолдың нәтижесінде қоректі ас денеден қорытылады. Яғни бұның барлығы негізі өте біршама күн болу керек процесс. Біздің денемізде нәруыздардың барлығының ыдырауы, көмірсулардың, майлардың. Бірақ біздің денемізде санаулы сағатта болады, себебі ағза ферменттер бөледі, сөлдер бөледі, яғни биологиялық процесстер катализденіп жылдам өтеді. Яғни ол қалай болады, қандай ферменттер бөлінеді, қандай сөл бөлінеді, оны біз келесі сабақта өтетін боламыз. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше уақытты көп созбай, үй тапсырмаларын орындап, конспекттерді толтырып, келесі сабақты қарап, келесі сабақта көріскенше.